Assalamu alaikum YouTube желі қолданушылары. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Бізде келесі видео осы есіктің үстіне шарқырауық жасайын деп жатырмыз, иншалла. Және де терезе есебінде қалдырып кеткен орын. Ол жерге де темірден бұйырса шарқырауық істейтін боламыз. Темір бұйымдар арқылы. Енді көркем түрде емес, бірақ әйтеуір тасты көтере алатындай дәрежеде бірдеңелер ұйымдастыруымыз керек. Так, шарқырауықтың темірлерін 63 мм угольник. Оны бір шетіне қойып жібереміз, және екінші қабырғасына осындай профильді труба қойып жібереміз. Екі шетіне де угольник қоюға болатын еді, онымен. Угольник қымбат материал, ондай жеңіл-желпі заттарға бәрін жұмсай берудің қажеті жоқ деп ойлап отырмыз. Осының арасына тастың ені 20 см болатын болса, осыны 20-ға қойып, арасына екі жерінен темір жалға жібереміз, иншалла, сонда ойнамай бір тектес болып жатады. Есіктікі 97, осы есікке жетік болады, иншалла. Және кішкентай терезеге бөлекше кесе қоямыз. Угольниктен оғанда осы темірлердің біреуін пайдаланамыз. Так, нөсірі үстіп тігінен тұрады, арасына тас жатады. Арасын тастың еніндей қалып, өлшем шығарып, темір жалғайтын боламыз. Осындай аз уақыттың ішінде осындай шарқырауық жасап алдық. Жалпы мына жерге угольниктің өсек темір қойып жүрген жақсы. Бойы да бірдей болады. Бірақ біз үйдегі сол жатқан темірлердің барымен істеген түріміз. Биіктігін 2 см балшықпен тегістеп шығарып жіберуге болады. Осындай шарқырауықтарды осындай түрмен де құрастырып қоя берсеңіздер болады. Бізбен бірге болыңыздар, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер.